Так, SO3-тің сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз олеум тақырыбында есеп шығаратын боламыз. Олеум тақырыбы ENT-да және олимпиадада өте жиі кездесетін қиын тақырыптардың бірі. Давайте біз оңайынан бастап шығарып көрейік. SO3-тің массалық үлесі 15% болатын олеум алу үшін 90 грамм суда неше грамм күкірт ангидридін еріту керек. Жалпы бірінші біліп алайық. Олеум деген ол бізде SO3, яғни күкірт ангидридінің күкірт қышқылындағы ерітіндісі, яғни SO3 ериді H2SO4-те. Айтады бізде 15%-ық ерітіндісі шығу керек дейді. 15% күкірт қышқылы, сонда бізде болады 100%-дан алып тастаймыз, 85%. Осыны алу үшін 90 грамм суда неше грамм күкірт ангидридін еріту керек дейді. Давайте суды жазайық. Судың формуласы бізде H2O. Күкірт ангидридін еріту керек. Егер H2O-ға SO3-ті қосатын болса, онда бізде H2SO4 шығады. Күкірт қышқылы. Бірақ бұл бізде әлі толығымен олеум емес. Олеум алу үшін осы түзілген күкірт қышқылының үстіне тағы да не қосу керек бізге? SO3 қосу керек. Давайте. Су бізде 90 грамм. Әрекеттестірейік. H2O мен SO3-ті. Нәтижесінде бізде не шығады екен? H2SO4 шығады. Су бізде 90 грамм. Астына молекулалық массасын жазып қоямыз. Судың молекулалық массасы 18. Давайте мен SO3-ті табайын. Бізде мынандай пропорция шықса, 90x 18-80 деген. Пропорцияны тауып көрейік. 90 сызықша x, 18 сызықша 80. Пропорцияны шешу үшін x тең дейміз. 80-ді 90-ға көбейттіреміз, 18-ге бөлеміз. 80 көбейттіреміз. 90 бөлеміз 18-ге. Нәтижесінде 400 грамм шығады. Яғни SO3 бізде қанша грамм? 400 грамм екен. Вау. Есептеп аламыз. 400 грамм. Осы логикамен Y деп H2SO4 массасын тауып алсақ пропорциямен. Жазып алдық. Қазір мынаны өшіріп тастай салайық. Мынандай пропорция шықты бізде. Тоқсан сызықша Y, 18 сызықша 98. Y тең болады 490. Яғни күкірт қышқылының массасы 490 грамм. Үстіне жазып қоя салайық. 490 грамм. 90 граммға 400 грамм қосылсын, 490 грамм шығады. Бірақ қазір бізде SO3 400 грамм шығып тұр. Ондай жауап та бар. 400 грамм деген, бірақ бұл дұрыс жауап емес. Неге? Өйткені H2SO4-тің үстіне тағы да не қосылды? Тағы да бізде SO3 қосылды. Осыны бізге есептеу керек. Бізде күкірт қышқылы 490 грамм. Жазып қоямыз. 490 грамм. Алынған олеумда ол 85%. Жазамыз 85%. Ал оның үстінен қосылған SO3 бізде қанша пайыз? 15%. Мына пропорцияны шешетін болсақ, 15 көбейттіреміз 490 бөлеміз 85-ке шығады 86-да 5. Вау. Яғни бізде бұл жерде SO3 қанша грамм екен? 86-да 5 грамм. Енді в сумме қанша біз SO3 қолдандық? Бірінші, суды еріту үшін біз қанша қолдандық? 400 қолдандық. Одан кейін тағы да күкірт қышқылында біз қаншасын еріттік? 86-да 5-ті. Яғни біз 486,5 грамм SO3 пайдаландық. Жауаппен сәйкесіп тұр. Жауаппен сәйкесті. Керемет, келесі есепке кеттік. Тура осы есеп просто сан ауысқан. Давайте. Паузаға қойып, өздерін шығарып көріңіздер. Сіздер шығара беріңіздер, мен де шығара берейін. Так, бізге олеум алу керек. SO3 еріген H2SO4-те.
қанша пайыздық? 24 пайыздық олеум алу керек. Сонда H екесі 4 бізде болады 76%. Үшін 306 грамм суда күкірт алтын оксидін қандай массасын еріту керек? Су да еріту керек SO3. Нәтижесінде бізде H2SO4 шығады. Осы H2SO4-те тағы да SO3-те еріту керек. Сол кезде олеум жады бізге мына екі массасын сұрап тұр. Осы екі массасын қосқанда қанша шығады деп сұрап тұр. Су бізде 306 грамм. Кеттік. Су қосамыз SO3 шығады. H2SO4. Кеттік. Су бізде 306 грамм. 18 80 X. Пропорцияны қолданып шығаратын болсақ, бізде шығады. Бізде 1360. Тура солай күкірт қышқылын есептей салайық. Бұлай пропорциямен 98-ді көбейттіремін 306-ға, бөлемін 18-ге. Мың 666. Яғни бізде 1360 грамм SO3 қолдандық. Және нәтижесінде 1666 грамм күкірт қышқылы түзілді. Енді осы күкірт қышқылын 1666 грамм. Осы бірақ жерде ғой күкірт қышқылы. Ол алынған олеумның ішіне қанша пайыз? 76 пайыз. Үстіне қосылған SO3-ті табайық. Ол SO3 бізде қанша процент? 24%. Есептейік. 526-да 1. Яғни бізде қанша? 526-да 1 грамм SO3 қолдандық. Нәтижесінде бізге 2 SO3-ті сұраған еді. 2 SO3-ті сұрады бізде. Мына жердегі SO3-ті және мына жердегі SO3-ті. Екі массасын есептейік. MSO3 плюс 1360 қолдандық бірінші суды еріту үшін мына жерде. Және күкірт қышқылында еріту үшін 526-да 1 грамм қолдандық. Нәтижесінде екеуін қосатын болсақ, 1886-да 1 грамм SO3 қолданған екенбіз. Жауаппен сәйкесіп тұр. Бұл бірінші тип, екінші тип келесі видеода болады. Кездескенше.